Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар денең. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа, турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Турбо жарыстар. Енді сенің кезегің. Байқап көр, саған ұнайтынын білем. Егер сен солай десең демек. Осы да жетер, Трак. Оны тоқтатсақ қайтет. Тоқтатуға тырысып жатырмын. Әдей істеп жатырсың ба? Жоқ, олай емес, Тор. Тек мына жердің тетіктері тым кішкентай екен. Сенімен бірге көлік жарыстырып ойнай алмайтын сияқтымыз, Петя. Ал мен жарыс ұйымдастыруды қатты армандап едім. Қап. Достар, неге нағыз жарыс ұйымдастырмасқа? Бірақ орман ішінде жарыс алмаймыз ғой. Тас жолда да жарысу тым қауіпті. Ойлап таптым. Жарысқа арнайы жол жасаймыз. Иә. Меніңше, мұнда тас жол салса да орын жететін сияқты. Міне, қараңдар. Бірақ жұмысы бастан асады. Топырақты тегістеп, ағаштарды түбімен қопару керек. Не айтып жатырсыңдар? Өсімдіктер ше. Оған қоса мұнда інжу гүлдер өсет. Інжу гүлдер қайда? Жылдың бұл мезгілінде олар гүлдемейді. Бірақ мұнда өспейді дегенді білдірмейді. Інжу гүлдер жоғалып бара жатқан түрі. Табиғатты аялауымыз керек. Біздің қолымыздан бәрі келеді, Катя. Өсімдікті топырағымен қосып, басқа жерге көшіреміз. Бол, сен ағаштарды тамырымен қопар. Анки, сен оларды тасы. Тор, жерді қопсытып, кедір-бұдыр жерлерді тегісте. До, тас жолды тығызда. Трак, Катя екеуің гүлдерді көшіріңдер. Ал сен зәр. Зер демалады. Не үшін? Себебі ол сендердің тас жолдарың. Мен көлік емеспін, тіпті робот та емеспін, жарысқа қатыса алмаймын. Сен Әділғазы боласың, зәр. Рас па? Әділғазы ма? Естіңдер ме? Мен Әділғазымын. Мен ең маңыздымын. Турбозаврлар алға! Дайындал. Назар аудар. Баста! Алақай, жеңдім. Біз жеңдік дегенім ғой. Бұл әділетсіздік.
егер мені тас жолда итермегенде бірінші болып келер едім. Бірақ өзің ғой соқтығысқа. Не десең де, құдай қулық жасаған Не жоқ. туралы айтып жатырсың, Трак? Өзің де білесің, Тор екеуің бәрін ойластырғансыңдар. Әділғазы бәрін көрді. Сонда қызық болады деп ойладық. Жоқ, бәрі әділ өтсе ғана қызық болады. Мен де соны айтам. Бізден қате кетті. Білесіңдер ме? Қане, әділ жарыс ұйымдастырайық. Мысалы, айдақарлар арасындағы жүгіруден жарыс. Қалай? Дайындал. Назар аудар. Назар аудар. Әрине, Трак бірінші болады. Ең ұзын аяқ Трактың аяғы. Трак, жарақаттанып қалдың ба? Ештеңе болған жоқ, до. Жарысты жалғастырамыз. Достық жеңді. Керемет жарыс болды. Маған бір ой келді. Ұшудан да жарыс ұйымдастыруға болады ғой, Жеңімпазға керемет сыйлық дайындасақ. Неге күліп жатырсыңдар? Тоқтаңдар, күліп бір нәрсе айттым ба? Турбозаврлар. Құпия белгілер. Ой, бұл не? Катя сізге хат жіберіпті. Ашыңызшы. Ай, мұнаның түріне не болған? Неге тілін шығарып тұр? Әже, оны смайлик дейді. Сөздің орнына жібереді. Қараңыз, Катя сізге көңіл күйім жақсы деп жазып жіберіпті. Мінекей, сізге тілін шығарып жіберіпті. Жауап жазайық па? Міндетті түрде. Әлгі смайликтерің қайда тұр? Әже, маған неге тіліңізді шығарып тұрсыз? Ал сен неге үйттің? Өзің бірінші бастадың. Енді қоңырау шалмаймын, жазбаймын, тек смайликтер жіберіп тұрамын. Иә, айтпақшы, жол қызметкерлері мынаны баяғыда алып тастау керек еді. Мінекей, ағып тұрса жөндеу керек. Мінекей, бояу керек. Ағашты суғарсын. Бұл смайликтерін қалай жұмыс істейтінін көрейік. Қапырақ. Көлге барып қайтамыз ба? Турбозаврлар, алға! Озып кет! Тоқтаңдар! Бәрін тоқтаңдар! Бұл не? Тасқа сурет салып тастапты. Кеше мұнда еш нәрсе жоқ еді ғой. Мүмкін бұл хат шығар? Хатта жерді қазып, тасты жылжыту керек деп тұр ма? Солай сияқты. Мүмкін біреу біздің жерді қазып, жолдан тасты алып тастағанымызды қалайтын Біреу шығар. дегенің кім? Міне қолтаңбасы. Сынған батпан тас. Балуан біреу шығар. Бізді қазалмайды деп ойлайды. Ал біз қазаламыз ба? Қазаламыз! Түсір, көтер! Енді олардың бәрін бір жерге жинау керек. Мүмкін көлге апарамыз. Сол жерде оларды лақтырам. Мен де. Тағы да хат. Құпия суреттермен. Күрек ұстаған адам. Қазамыз ба? Мұна біреуі сыпырғыш ұстап тұр ма? Анау жаққа баруымыз керек. Қараңдар, ал енді бақпан. Тоқта, тамырымен мұнаны жерге қада.
Дайын. Орындалды. Ал кім суарады? Осылай. Барлық тапсырмалар орындалды. Белгілер пайдаға асты. Әжем сурет жіберіпті. Мұнау нені білдіреді? Демек, атызды отауымыз керек. Қолтаңбаға 2 шиені қойыпты. Тоқта, сынған батпан тас, шие, мүмкін. Көзілдірік. Ие, Кімнің белгілер екенін таптым. Оларды біз үшін дайындамаған екен. Басқаның жұмысын істеп тастаппыз. Әжем-ай. ой, бұл не? Декорация ма? Қайда шығып алғансыңдар? Петя, Айдаһарлар ма? Жарайды, оны да көрерміз. Турбозаврлар. Ит айдаһардың досы. Алақай, мен әлемдегі ең үздік қақпашымын. Ойын әлі біткен жоқ. Доп қайда? Ұшып кетті. оны кім тауып әкеледі? Қақпашы қақпаны тастап алыстап кетуге болмайды. Доптарыңды мен әкеліп берейін. Сәлем, сен кімсің? Тобик, бері кел. Мұнда бір адам келе жатыр. Жанында біреу бар. Турбозаврлар жасырыныңдар. Қайырлы күн, Степан ата. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Орманда көліктер тұрма? Қызық. Ал сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Оған футболды қалай ойнау керектігін түсіндіріп жатырмын. Тобик, бер кел. Бұл жерде қызықты еш нәрсе жоқ. Неге үре бересің? Одан да үйге қайтайық. Бүгін мал дәрігеріне баруымыз керек. Болды, олар кетіп қалды. Мұның не, Анки? Тобикке доқ қалай ұнап қалғанын көрмедің бе? Несіне таңғалып тұрсыңдар? Араларыңдағы ең сұлу мен емеспін бе? Әй, тоқтаңдар, менше. Мұнаған қарасаңдаршы. Қанаттар, бұлшық еттер. Мал дәрігеріне барып келдіңіз бе? Тобик қайда? Қашып кетті. Қалай? Қалада мотоциклистің соңынан қуып кетті. Ізінен жүгіріп оны шақырдым. Бірақ ол сол күйде қайтып келмеді. Оны табуымыз керек. Әрине сендерге көмектесеміз. Күмәндарың болмасын. Бір нәрсе дегің келіп тұрма, Тор? Қалада көшелер өте көп. Тобикті табу үшін бөлінуіміз керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Турбозаврлар алға!
Біз Тобикті таба алмадық, өкінішті. Енді ол жоғалып кетеді ғой. Ол тым кішкентай, ал қала тым үлкен. Естіп тұрсыңдар ма? Төменгі жақта сияқты. Құдыққа құлап кеткен шығар. Буль, Тор, жерді қазыңдар. Анки, құбырды көтеруіңе тура келеді. Трак, сен абайлап Тобикті шығарып ал. Ал сен до, шамыңды жақ, барынша жарық болсын. Турбозаврлар алға! Бәрі бір нәрсемен шұғылданып жатыр. Тек мені ұмытып кетті. Мүмкін мен де бұйрық бергім келетін шығар. Тізеурек. Абайла. Осылай дұрыс. Бері қараңдар. Тарихи сәт. Ит Айдахардың доса. Турбозаврлар. Ананас. Ал мен екеуін жеп қояр едім, бірақ асап. Ал мен үшеуін. Жоқ, сенің ішіңе үш ананас сыймайды. Ал мен асықпай жеймін. Мысалы, бір апта. Бірақ дал болғаны өкінішті. Сондай дәмдет. Не? Дәмді ме? Тек біреу ме? Ананас. Әжем сатып алып берген. Сондай көкөніс, әлде жеміс пе? Ананас айдарлы, шөптесін өсімдік. Интернетте солай жазылған. Өзім оқыдым. Мен де шөптесін өсімдік жегім келеді. Мен де. Иә, бәріміз жегіміз келеді. Бірақ басқа ананас жоқ. Ол сонда қайда? Жеп қойдық. Өзім де білемем, өзім де сезімем. Менде бір ой бар. Жеген ананасымыздың бас жағы қалған. Оны егуге болады. Сонда жаңа ананас өсіп шығады. Бас жағы? Қайда? Қане, жылдам егейік. Біз жақта ананас өспейді. Ол үшін жағдай жасау керек. Демек, жағдай жасаймыз. Жылы жер және көп су қажет. Жылы жай саламыз. Бұл леопард екінші патшаның сарайындағы жылыжай. Осыны қайталап салуға болады. Бұл үлкен сарай ғой. Ендіше, Леопольдтан кем біз бе? Мүсіндерде қоямыз ба? Тракты тұрғызып қоямыз. Сол мүсін болады. Қайдағын айтпаңдар, мүсін сізде болады ғой. Заманауи материалдардан сарай саламыз. Металл құбырлар қажет, әйнек. Оның бәрін қайдан аламыз? Ауылдың шетіне жақында жаңадан үй салды. Бір үйінде құрылыс қоқыстары жатқан. Иә, айтпақшы, әжем мұнаның бәрін қашан қоқысқа апарып тастайды деп ұрсып жүрген. Қоқысты біз жинап ананас өсіреміз. Турбозаврлар алға! Қызық екен. Тіпті өте қызық дерем. Иә. Трак қаңқасын дайында. Тор,
жерді қазып өзенге қарай ор жаса. Трак ол жерге құбырларды орналастырады. Олар суғаруға қажет. Турбозаврлар алға! Оңға қарай, солға қарай, оңға қарай, осылай дұрыс. Жақсы. Мен де пайдамды тигізгім келеді. Сен осы жердің бастығы боласың. Оңға қарай, өте дұрыс. Бізді жоғарырақ көтер. Осылай. Тракт, енді осы иіндерді жерге қадау керек. Тор, орды тоғанға дейін қаз. Өсімдіктерге су қажет. Жақсы. Ұқсаған сияқты. Алақай, айнытпай жасадық. Жарайсыңдар. Бас жағыншы, оны қашан егеміз? Бүгін егеміз. А? Ананас қашан дайын болады? Ертең бе? Жоқ, Зер, біраз күтуге тура келеді. Жарайды, дайынмын. Суарып, күтім жасап, сабырмен күтем. Біреу келе жатқан сияқты жасырынайық. Бұл не өзі? Мұндай керемет қайдан пайда болған? Өзіміз де білмейміз. Келсек осында тұр. Ешкімдік емес сияқты. Ешкімдік емес пе? Жақсы екен. Ананас өсіріп жатқан сияқтысыңдар ғой. Ал мен қызанақ көшеттерін алып келейін, орын жетеді екен. Әне, енді қызанақты да суғаруға тура келеді. Оларда ананас сияқты дәмді ме? Турбозаврлар. Егіз. Жымқырып кетті, ұрлап кетті, тезірек, құтқару керек. Анки, төктісін сен бұйырмасын. Кімді құтқару керек? Кімді ұрлап кетті? Торды, оны қалаға алып кетті. Оқиға бұлай болды. Бұл жер маған ұнамайды. Тас жол тым жақын. Бізді аяқ асты адамдар көріп қойса ше. Анаған қара. Сәлем, менің атым Тор. Ал сен кімсің? Бұл жерге қалай келдің? Ол шын айдаһар емес қой. Жай ғана бояп қойған фигура. Қайда? Жоқ, ол емес. Ой, міне ол. Тор дер кезінде көлікке айналып кеткенде бәрі жақсы болар еді. Бірақ адамдарды көріп сасып қалды. Сөйтіп ол тұрған орында қатып қалды. Бір нәрсені түсінбей тұрмын. Бұған ұрлықтың қатысы қанша? Мәселе сонда, До. Оны әлгі басқасы екен деп ойлап қалды. Өтірік айдаһар екен деп ойлады. Қалада көңіл көтеруге арналған саябақ ашып жатыр. Сол жерге әртүрлі мүсіндерді тасыған кезде біреуі жүк көлігінен түсіп қалған. Енді Торды соның орнына алып кетті. Түсінікті. Оны құтқару керек. Саябаққа іздеп барайық. А? Турбозаврлар алға! Біз барлап қайтайық, ал сендер бізді саябақтың жанында күтіңдер. Неге кешігіп жатыр екен? Қараш, ол шын айдаһарға онша ұқсамайды ғой. Түк те ұқсамайды. Әне ол.
Сендер де ашылуын көруге келдіңдер ме? Айтарлықтай көретін еш нәрсе жоқ. Айдаһарлар болады деп еді. Бірақ олар түк те қорқынышты емес. Бұл не? Бұлар не? Айдаһардың киімін киген адамдар ғой. Бұл жерден кетейік. Құтқарыңдар, бүкіл денем ісіп кетті. Түскі асты да ішкем жоқ. Қимылдай аласың ба? Жоқ, мені цементпен қатырып тастаған. Мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Бір жоспарым бар. Саябақ анау жақта, ал біз мына жердеміз. Анки, тракты көтеріп, оны ауамен көшіре аласың ба? Сосын ол торды тұғырдан босатып алсын. Әрине. Болды онда. Қараңғы түскенде торды босатып, оның орнына айдаһардың мүсінін қоямыз. Алдымен оны тауып алып келу керек. Оның қайда жатқанын білем. Сендерді де сол жерге апара алам. Анки, айдаһардың қайда екенін ұмытып қалдың ба? Ұмытқан жоқпын. Тек есіме сақтап алмаппын. Тыныш, біреу келе жатыр. Осы орманда бір нәрсе дұрыс емес екенін сезуші едім. Енді анық көзім жетті. Мұнда айдаһарлар өмір сүреді екен. Бірақ ол айдаһар емес. Ол жай ғана мүсін ғой, Степан ата. Демек мүсін екен ғой. Ал мен ойласам. Бұл, сен Анкиге алаңды тегістеп бер. Дайын болған кезде Анки саябаққа тракты көшіреді. Трак, сен торды босат. Сосын Анки саябаққа егізін көшіріп алып келеді. Оны тұғырға қойда, Анки тор екеуіңді бір-бірден кері қарай тасиды. Турбозаврлар, алға! Маған саябақ ұнап қалды. Бұл жерге тағы келетін шығармын деп ойлаймын. Тек менсіз. Бұл жерде жәдігер болып тұрғаным да жетер. Рахмет, достар, мені құтқарып қалдыңдар. Фильм Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.